балалар, бірінші әдеттегідей таңғы тілекпен бастайық сабағымызды. Таңғы тілек бастағанда біз тілдік құралдарды қолданушы едік, иә? Енді тілдік құралды өткен жолы Абайдың қара сөзін оқып танысты. Ол жердегі біз адами қасиеттерді аштық. Біз сонда сізге табиғи берген болатын. Таңғы тілектеріңізді сол берілген тапсырмамен байланыстырып сөйлей алады ма екенсіз? Ал Рамазан дауысты қаттырақ шығарып, тыңдамас біз бүгінгі сабақта көңілдімен және жаңағы Абай атамыздың айтқанымен есті адамның тәртібімен сабақта құмарлана оқиды. Кемел отыра ғой, тағы тілек айтып алыңыз Абайдың қара сөзіне байланыстырып. Алдияр. Абай атамыз айтпақшы, әр адамның пенде болғандықтан өзінің қызығушылығы болады. Біз осы сабақ арқылы өзіміздің қазақ тілімізге деген қызығушылығымызды арттырайық. Азамат. Оқу білім иемен құдық қазғандай демекші, осы уақытқа шейінгі қазған құдығымыздан білім нәрін сусындатып, Абай атамыз айтқан секілді өзіміздің қызығушылығымызды есті адам секілді жолға салайық. Керемет. Есті адамдардың белгісі қандай? Парқы, иә? Есті адамдардың парқы және ақылсыз адамдардың парқы туралы айтқан еді. Керемет. Аяулым. Бүгінгі ауа райы секілді күніміз қандай жайдары болса, сабағымыз да сондай керемет өтсін. Жақсы. Абаймен байланыстырмады, жарайды. Бүгінгі күніміз сәтті өтсін, балалар. Сабақ осы бүгінгі сабағымыз эмоционалды интеллект және сыни ойлау сабағында біз не өтіп жатырмыз? Өзімізді қалай дамытып жатырмыз? Жеке дамуға қалай барып жатырмыз? Міне сол нәрсені біз көрсетейік, иә балалар? Енді бүгінгі сабағымыз енді жаңа сабақ 5 не үшін техникасы. Бұл тақырып 5 не үшін техникасы да не айтылады деп ойлайсыңдар? Кішкене болжап қояйықшы. Бір адам, бір бала өзінің 5 алуға тырысып және өзінің 4 алып қалмауға тырысуын айтады. Деп ойлайсыздар, тағы да кім қалай ойлайды? Баға ойлап жатыр, иә? Менің ойымша бұл жерде 5 дегенде адамға керек ең маңызды 5 қасиет деп ойлаймын. Деп ойлайсың, жарайды мақұл. Қазір сіздер осы тақырып не туралы екендігін алдыларыңызға барғанда көресіздер. Ал бірақтан дәл бұл тақырыпты біз қазір қазақ тіліндегі мынау оқылым стратегияларын қолдану, соның ішінде зерттеу оқу әдісі арқылы орындаймыз. Бірінші тапсырма, қазір сіздерге алдыларыңызда тұрған мәтінді оқимыз. Оқимызда әдеттегідей балалар бізде әдісіміз бар еді, проблема факті көзқарас. Дәптермен жұмыс жасай отырамыз. Оқып отырып дәптермен жасап, проблеманың ішіндегі проблеманы анықтап жазып қойып, фактіні көзқарасты анықтап жазып қоямыз. Сосын кейін жұптасып жұмыс жасай отырып, жауап береміз. Осы мәселелер қалай сіздер анықтадыңыздар? 10 минут уақыт берейін, иә? Ал бастаңыздар. Ал мәтінді сіздерге түсінуге оңай болды ма? Оңай болды. Кімнің болжамы сәйкес келді кішкене? Алдияр кішкене сәйкес келді, балалар. Енді мәтіндегі бірінші проблеманы, фактіні, көзқарасты анықтадыңыздар. Ал Алдияр екеуін жұптасып жұмыс жасаңдар, иә? Проблема не екен? Басқа тыңдап отырып қосамыз. Бұл жердегі проблема неге қазіргі кездегі адамдар өз ісіне ойланады? Ойлана ма? Иә, ойлана ала ма, иә? Ойлана алмайды және ойлана ала ма дейді. Оған факт дүниежүзінде адамдардың 2% ғана ойлана алады. Ал 3% ойлана аламын деп ойлайды. Ал 95% ойланбайды. Ал көзқарас, автордың көзқарасы осы жазып отырған. Менің ойымша автордың көзқарасы адамдар әрқашан өзінің ісіне есеп беру керек. Есеп беріп жүру керек. Ол сіздің ойыңыз ба, автордың ойы ма? Автордың ойы. Автордың ойында есеп беру керек деген айтып отырған сияқты ма? Жарайды. Ал бір сезім.
адамдардың қандай да бір жұмыс бастар алдында өз алдына не үшін деп ойлана алмауы мақұл. Факт дүниесіндегі адамдардың 2% ғана ойлана алады. 3% ойлана аламын деп ойлайды екен. Қалған 95% бар деп ойланбайды. Көзқарас адам бес не үшін айтса арқылы адамдарға түпкі терең ойға салуы. Егер бес не үшін айтсын қолданбаса проблеманың түпкі себебін білмес еді. Автордың көзқарасы. Ол автордың көзқарасы. Жарайды, сіздер іңкәрлар, ал іңкәрмен Проблема. Қазіргі адамдардың өзін есептемеуі. азыға тоқтатамыз, тыңдаймыз басқа пікірлеріңізді. Және ойлана алмауы. Әлемдегі адамдардың 2% ғана ойлана алады. 3% ойлана алмаймын деп ойлайды екен. Ал 95% ойлана алмайды. Мүлде ойлана алмайды. Адам көзқарасы автордың көзқарасы егер адамдарды осы 95% ойлана алмайтын адамдарды өзіне есеп беруді автор көзқарасы бес не үшін керек техникасын қолдана отырып өзіміздің ой дүниемізді дамытып солай өзіміздің өмірімізді қалыпқа келтіру деп ойлаймын. Ойлануға жетектейтін әдіс ретінде беріп отырма көзқарасы жақсы мақұл. Сонда толықтыру керек пе, әлі ашылмай жатыр ма? Қайсысы ашылмай жатыр? Бәрімізде бірдей болып тұр, иә? Не сіздерше ашылмай жатқан? Көзқарас дейді. Қалай толықтырасыз? Проблема көп адамдардың өзінің ішіндегі өзінің нақты проблемасын анықтай алмауы, өзінің істеп жатқан ісіндегі нақты проблемасын анықтай алмауы. Және де оған автордың көзқарасы өзіңе нақты сұрақтарды қоя біліп, өзіңнің проблеманың соңына шейін жету. Ал факті бәріміз сәйкеске бар. Жалпы, сізде мүлде сәйкес келмейді дейтін нәрсе болған жоқ. Барлығымызда өз шамаларымызға қарай проблеманы да, фактіні де, көзқарасты да дұрыс анықтап отырсыздар. Жарайсыңдар балалар. Енді осы дәл қазір біз мәтін арқылы ойлану жолдарын білдіңдер. Біраз нәрсемен таныстыңыздар. Теориялық білімдеріңіз кішкене молайды деп ойлаймын. Енді екінші тапсырма практикалық кезең болады. Осыны өзімізге қолданамыз. Қалай екінші тапсырмаға қарай өтеміз? Ол әрине жеке ойыңыздар. Өз проблемаңызды жазып, не үшін әдісімен проблемаңыздың түпкі себебін анықтаңыздар. Әркімнің өзінің проблемасы бар ғой, дәл осы кездегі өз проблемаңызды анықтап алыңыз. Сөйтіп, жаңағыдай оқыған кезде көрдіңіздер ғой, әдіс қалай орындалғанын. Сол сияқты сұрақ қойып, проблеманың шешімін тауып кетейік. Ал бастаңыздар, сіздерге тағы да 10 минут уақыт беремін. Жеке жұмыс. Түсінушілігім жоқ. Дауыс шығарамыз. Мен не үшін түсінушілігім жоқ? Себебі мен түсіну үшін тырысу керекпін. Мен не үшін тырыспаймын? Себебі мен қызығушылығым жоқ. Мен не үшін ол пәнге қызықпаймын? Себебі бұл қиын сабақ, маған қиын сабақ. Мен не үшін сабаққа қиыншылық туғызады? Себебі мен көп есеп шығармаймын. Иә, сонда етсең де шешіледі. Көбірек есеп шығарса, жалқаулықты жойса, біз қызығады екенбіз, иә? Айшада. Мен геометрия пәнінен түсіне алмаймын. Себебі сабақтан өткен материалды жақсы түсінбей қалуымнан. Неге мен сабақты жақсы түсінбей қаламын? Себебі формулалардың шығу себебін түсінбеймін. Не себепті формулалардың шығу себебін түсінбеймін. Себебі бір жеріндегі түсініксіз түсінбей қалуымнан. Не себепті түсінбей қаламын? Себебі ойым бөлініп кетеді. Неге ойым бөлініп кетеді? Себебі бұл сабаққа менің ынтам аздау. Енді сонда сіз қалай шешім қабылдадыңыз? Ынтаңызды сұрақ қою керек сияқты, сізге, иә? Не үшін ынтаңыз? Ынталануым керек, иә? Ынталануым керек. Қалай ынталанасың? Өзі қалай кетеді, иә? Жарайды, отыра қой. Жақсы, өте жақсы. Нұрби? Мен мектепте автобуспен
барғым келмейді. Себебі автобустың ішінде адамдар көп болады. Неге автобус ішінде адамдар көп болады? Не үшін? Себебі мен адамдар көп автобусқа көп келетін кезде автобусқа отырамын. Неге мен осындай уақытта автобусқа отырамын? Өйткені мен үйден ерте шықпаймын. Не үшін мен үйден ерте шықпаймын? Себебі мен үйде қалғым келеді. Не үшін мен үйде қалғым келеді? Себебі мен ерте шығуға ерінемін. Сонда ерте тұруға, ұйқыдан тұруға ерінесің бе? Жақсы, өте жақсы. Азамат. Не себепті өзіңе дәрігер болғың келеді? Елдегі дерттерді емдеу үшін. Не үшін елдегі дерттерді емдеу керек? Адамдардың қинамай өмір сүру үшін. Не үшін олар қинамай өмір сүру керек? Себебі олар еліміздің болашағы. Еліміздің болашағы не үшін қажет? Еліміздің тәуелсіз болып өмір сүруі, еліміздің әрқашан бостандықта болуы үшін қажет. Енді сіздер де болашаққа қарай не үшін айтып жатсыз ғой, күнделікті жұмысымызды, күнделікті өзімізді дамыту үшін қойылатын сұрақ болса, нұр үстіне нұр болады екен, солай не үшін күнделікті әрекетіңе болсаң, нұр үстіне нұр болады екен. Рамазан, сен солай істедің бе? Күнделікті әрекетіңе болдың ба? Ал, тұра ғой. Мен соңғы кезде өз ойымды толық жеткізе алмаймын. Не үшін? Себебі ол қате болады ма деген ой мені мазалайды. Не үшін? Себебі менде енжарлық аз. Не үшін? Өзіме сенімсіздік болады. Не үшін? Себебі өзіме өзім аз сұрақ қойып іс әрекетімді талдаймын. Не үшін? Себебі өз-өзімді ашуға тырысамын. Сонда сендегі проблема қалай шешім тапты? Тапты ма? Соңғы сұрақ қойғанда шешілуі керек қой. Менде шешім табу өз-өзімді аша білу ғой. Өз ашық болу керек, иә? Кез келген нәрсеге ашық болу керек қой. Қазір кезде талапта солай болып жатыр. Кім көрсетеді? Жарайсыңдар. Сонымен енді міне біздің сабағымыздың өзі, тақырыбымыздың өзі эмоционалды интеллект және сыни ойлау вариативті курс болса, міне сіздердің осы жеке дамуға деген сіздердің эмоционалды интеллекттеріңізді дамытып, сол арқылы сыни ойлау сіздерде өткенде зерделеу тестін алған кезде өте жоғары екенін көріп жатсыздар, иә? Ал эмоционалды интеллект, яғни өз сезімімен жұмыс жасау, басқаның сезімін түсіне алу қабілеттерімізді біз осындай табысқа жеткен адамдардың тәжірибесі арқылы жетуімізге болады екен. Ұнады ма сендерге? Осылай. Енді сіздер үй тапсырмасы былай болады, күнделік арнағанбыз біз. Күнделікті ары қарай дәл осы 5 не үшін техникасымен жалғастырсаңыз жақсы болады екен. Сіздерге енді сабақтың соңында әрине сіздердің пікірлеріңіз өте құнды, құрметті ұстаздар, сіздердің пікірлеріңіз өте құнды. Сондықтан өз пікірлеріңізді ауызша айтамыз ба? Жазбаша қалдырамыз ба? Ауызша айтайық. Ұстаздарымыздың пікірін білейік, сіздердің пікірлеріңізді білдірейік. Қаліне оқушыларымызды, сосын кейін қорытындылауды ұстаздарымызға берейік. Кім айтады? Сіздің пікіріңіз құнды. Бүгінгі тақырып, бүгінге өзіңе жеке дамуға деген, өзіңе эмоционалды интеллектіне дамуға деген бір білім алдыңыздар ма? Қалай алуға болады екен? Өзіңізді қалай сезіндіңіз? Алдия. Бұл сабақта біз маған өте қатты ұнады, себебі біз өзімізге есеп берудің жаңа жолын таба білдік. Ол қандай жол екен? Ол 5 не үшін деген әдіс. Техникасы, иә? Жарайсың. Рамазан. Бұл сабақ өте қызықты болды, және де бізге өте көп пайдасы тиді. Қазірде көп адамдар өз проблемалары болып жатады, және осы проблеманы не үшін арқылы шеше білдік қой. Өзің шешетіне, балалар, Абаймен қалай байланыстыруға болады? Абаймен байланыстырып сөйлейші, біз алдында дәл осыған сәйкес Абайдың қара сөзбен өттік емес пе, иә? 15-ші қара сөзде не дейді? Байланыстырамыз ғой, иә? 15-ші қара сөзде бізге есі бар адам, ол өз уақытын тиімді істей алады деп айтады. Біз егер осы 5 үшін керек техникасын қолдансақ, өміріміз жақсы жаққа өзгеріп, біз парықты адамдардың қатарына, ақылды адамдардың қатарына, иә? Кемел адамдардың қатарына қосылуға жол таба екенбіз. Керемет. Біздегі сабағымыздың мақсаты да солай ғой. Тағы да кім айтады? Мәлі, бүгін сөйлеп қалдың ғой сен? 15-ші Абай атамыздың 15-ші қара сөзінде екі парқы адам болады дейді, ол ақылсыз бен ақылды. Яғни біз осы 5 не үшін, яғни осы 5 не үшін несін техниканы пайдаланып, осыны ақылсыз парқы адамға берсек, ол яғни парқы адамдардың жанына қосылуы мүмкін болатын еді. Керемет, керемет. Байланыстыра сөйлеу біздің әрбір оқу мақсатымыздағы коммуникативті жағдаяттарға сәйкес тілдік құралдарды біз тілдік құралды кімнен аламыз дедік? Абайдың қара сөзін қолдансақ, ол тілдік құрал болады, иә? Міне керемет балалар.
жақсы тағдыр азамат. Бізде Абай атамның 15-ші қара сөзінде есті адамның парқы болу үшін біз өзімізге есеп бере алуымыз қажет деген еді. Бүгінгі тақырыпта біз өзімізге есеп берудің жаңа түрін, осы 5 не үшін арқылы өзімізге есеп берудің жаңа түрін аша алдық. Енді сұрақ балалар, осы 5 не үшін техникасын кім қолданған екен? Toyota компаниясын құрған өте табысты адамның сол адамның қолданған техникасы екен. Сонда табысты адамдардың тәжірибесін біз ала білуіміз керек. Ұлттық құндылықты дамытпауымыз керек, дұрыс па? Әрі табысты шетел азаматтарының да тәжірибесімен алып отырсақ, біз әрине мынау көштің соңына еріп кете бермейтін, көш егер жаман жолға түсіп бара жатса, аттың басын былай бұрып алып кете алатын ұрпақ болып өседі екенбіз, иә? Жарайды, енді осылай айта келіп біз тәжірибелі мамандарымыз сіздерге осы сабақтың мазмұны қалай, сіз пікіріңіз құнды қараған кезде бұл қандай сабақ, осы сабақты осылай істеуге бола ма, әлде бір қосылатын нәрсе болса мен қабылдай аламын. Маған сол пікірлер керек, ұсыныстар керек. Майра ұстаз, сабағыңыз өте жоғары дәрежеде болды. Сабағыңыз бізге ұнады. Себебі сіз қазіргі біздің осы өсіп келе жатқан жастарды психологиялық тұрғыда өз проблемаларын шешу жолдарын жақсы жеткізе білдіңіз. Сабақта сіз психологияны пайдаландыңыз. Маған ұштастыра білгеніңіз ұнады. Психология да бар, Абайдың қара сөздерімен де, пәннің өзі, факультатив пәннің өзінің атында интеллект және сыни ойлау болып тұр ғой. Оқушылар соларға дағдыланып, сыни ойланып, өздерінің проблемаларын, қазір көп адамдар өз проблемасын өз шеше алмайды. Ал оқушылар соны қазір осы кішкентай жастан бастап өз проблемаларын қалай шешу керек, қандай жолдармен шешу керек екенін өздері шешіп, практика жүзінде маған ұнады. Байқаласа енді сізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет, осындай жастарды қазірден бастап өмірге шынайы өмірге дайындап жатқаныңыз өте құнды және бұларға да үлкен тәжірибе болады деп ойлаймын жастарға. Рахмет. Өзінің бағдарламаның негізі де осы болып тұрады. Ұлттық құндылықты ұмытпай, кейінгі жоғарыда өте үлкен көтеріліп кеткен мықты елдердің тәжірибесін алып, жеке дамытуға бағытталып отыр. Соны мынау лайфхактардан жас 91 жылғы жазған Жігітбек деген жігіттің лайфхагынан алынған. Көп неде 34 сағат болса, соның 10 лайфхак. Иә, балалар, Абайдың қара сөздерін де ұмытпаймыз, Ахмет Байтұрсыновты да ұмытпаймыз. Бірақ осы лайфхак дәл бүгінгі 5 не үшін техникасы қалай шығады деп мен сәл қобалжып, дәл осыны әдейі алып келген болатын. Мен үшін де өте бір құнды шыққан сияқты болды. Құнды шықты мен үшін. Рахмет сіздерге балалар. Сәттілік.